Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен перизат өте дәмі ерекше болып шығатын сметаник тортымыздың рецебін бөліспекшімін. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, соңына шейін видеомды көруді сұраймын. Өте керемет, бір жасағаннан рецебі дайын болатын сметаник тортымыз. Осылай ұнымызды, қопшытқышымызды бірге салып, араластырып, бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап қамырымызды үгітіп, осылай қамырымызды үгітіп аламыз. Бір жұмыртқамызды салып, шекерімізді салып, қамыр илейтін боламыз. Жұмысымыз сақ болып шығады. Осылай міне қамырымыз дайын болды. Осылай жарты сағат немесе 20 минут холодильникте тоңазытқышта қойып қоямыз. Қамырымызды демалдырып, ал біз оған дейін салмасын дайындап аламыз. 20% қаймағымызды салып, барлық құрамын мен описание бөлімінде қалдырамын. Сол жерден көріп жасасаңыздар болады. Бір жасағаннан өте керемет сметаник торты жасалынады. Осылай жұмыртқамызды жарып, ал миксерді қажет етпейді. Тек қана осындай венчиктің көмегімен 10 секунд қана араластырып аламыз. Ванилин қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады, өз еріктеріңізде. Мен ванилин қосып жібердім. Ал енді біз табамызды дайындап аламыз. Менде торттың қалпы осылай 24 диаметрге қойып, жан-жағының бәрін жақсылап жауып, дайындап аламыз. Дайын тұрған қамырымызды осылай ортасын бәріне жағып, салып, енді шет-шетін барлығына осылай қойып шығамыз қамырымызды. Осылай тегістетіп жағып шығамыз, барлық қамырымызды жабыстырып. Осылай жайып, барлық шетіне осылай қамырымызды жеткізіп жайып шығамыз.
Енді стаканның немесе осындай затымыздың осылай көмегімен жақсылап ортасын бәрін осылай басып шығамыз. Ол көтеріліп кетпеу үшін. Ал енді салмамызды дайындап алған салмамызды құятын боламыз. Осы кезде мен 180 градусқа пешімізді қыздырып қойдым. Осылай шет-шетін шаншығыштың көмегімен басып шығамыз. Тегістеп. Ал міне енді бұны 2 сағат жақсылап суытып алып, сосын шет-шетін жақсылап ашпасаңыздар сметанигіміз еріп кетуі мүмкін. Сол себепті 2 сағат суытып алғанымыз қажет. Өте керемет, міне сметаник тортымыз дәмі ерекше болып шығады. Бір жасағаннан осылай сметаник тортымыз керемет болып шықты. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Дәмі ерекше, ауызда салса еритін сметаник тортымыз. Не көріп тұрғандарыңыздай.